language focus have got affirmative and possessive adjectives. Бүгінгі тақырып have got-тың болымды түрі және де тәуелдік есімдігі. Бірінші тоғды орнамас бұрын have got-тың түсіндірмесін айтып өтейін. Have got, has got. Бұл жалпы мағынасы бар деген мағынаны білдіреді. I, you, we, they мен бірге біз have got-ты қолданамыз, ал he, she, it-пен бірге has got-ты қолданамыз. Бірінші тоғда жаңа түсіндіргендей have got немесе has got формаларын қойып шығамыз. 1. I have got my sister and father with me. Менімен бірге әпкем және де әкем бар. 2. She has got an identical sister. Оның өзінен алмайтын әпкесі бар. 3. We have got friends here now. Дәл қазір осында біздің достарымыз бар. 4. Some brothers and sisters have got identical clothes. Бірнеше ағалы қарындастар бірдей киімде келген. Exercise number 2. Choose the correct answers. Екінші тоғда біз дұрыс таңдау жасаймыз. Жаңа түсіндіргендей. We use have got with I, you, we, and they. 2. We use has got with he, she, and it. 3. The short form of have got is apostrophe V got and apostrophe S got. 4 пен 3-тің жауабы бірдей. Exercise number 3. Write sentence includes correct form of have got. Сөйлемдерді дұрыстап have got-ты қолдана отырып құрастыру керек. 1. I have got uncle in the USA. Менің ақшта көкем бар. One of my cousins has got dog. Немере бауырларымның бірінде ит бар. 3. We have got English classes every day. Бізде күн сайын ағылшын сабақтары бар. 4. My grandparents have got a Ferrari. Менің ата-әжемде Ferrari бар. 5. Дәулет's sister has got a new bicycle. Дәулеттің әпкесінде жаңа велосипед бар. 6. My friends and I have got identical clothes. 4-ші тоғда мына кестені толықтыру керек болады. Жіктеу есімдігі және де тәуелдік есімдігі. I, мен, my, менің. You, сен, your, сенің. He, ол, ұлға. His, оның, ұлға. She, ол, қызға. Her, оның, қызға. It, жансыз заттарға, ол. Its, жансыз заттарға, оның. We, біз. Our, біздің. You, сендер. Your, сендердің. They, олар. Their, олардың. 5-ші тоғда дұрыс тәуелдік есімдікті таңдаймыз. Alina is a Chelsea fan, but her brother is an Ақтөбе fan. Алина өзі Челсидің жанкүйері, бірақ оның ағасы Ақтөбенің фанаты. Хёны қолданамыз, себебі ол Алина қыз. Those two girls are from Spain. Their house is in Barcelona. Ана екі қыз Испаниядан, олардың үйі Барселонада. Олардың қолданамыз their. Әсел is interested in music. Her favorite singer is Rihanna. Әсел музыкаға қызығады, оның сүйікті әншісі Rihanna. 4. My brother and I are American, but our family is from Canada. Менің ағам және мен американдықпын, бірақ біздің отбасымыз Канададан. Dubai is nice. Its shops are fantastic. Дубай жақсы, оның дүкендері керемет. Brad Pitt isn't my favorite film star. I prefer Johnny Depp. Brad Pitt менің сүйікті кино жұлдызым емес. Менің ұнататын Johnny Depp. 6-шы тоғда өзің туралы шындық немесе жалған сөйлемдер жазасың, өзің отбасың туралы және де оны оқып, қасындағы партнерыңа сөйлемдеріңді оқып бересің. Ол қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін табу керек. Видео сізге пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.